жылдың жаңағы жамандықтары, қиындықтары осы жылмен қалсын. Жабай тақырыпты жаңадан жаңа жылға кіріп, жаңа Қазақстанды ары қарай құрастыра береміз деп. Сөйтіп нүкте қойды. Міне, тергеу кезінде ақпарат таратқан жоқ. Жаңағы қанша адам өлді, олардың аттары, тектері, кім қатысты, кім кінәлі, себебі не деді? Бұл құпия деді. Анау еліміздің парламенттің фейк төрағасы Қошанов. Тоқаев та айтып жатыр, тергеу жүріп жатыр, сот бәрін дәлелдейді деп. Мінекей уақыт өтті, соттар болып жатыр, тарсылатып, Таразда жақында соттады бір 6 адам ба, өлген адамдарды. Оларды өлтіріп, соларды террорист қылып тағайындап, сөйтіп мынау Тоқаев өз қолымен Путин екеуі өлтірген қазақтарды террорист қылып атап, сөйтіп жаңағы өлген адамдардың ажалдарын, өлімін соларға асып қойып, сот шешімімен. Тергеу жапты. Мінекей қылмыстық іс бітті, сот бітті, кінәлері табылды, жазаланды. Өлген адамдарды террорист қылып атап, оның сыртында амнистия жариялады, полиция кешегі ұсталып қалғандар